Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгін мен сіздерге грантқа сертификатты қалай алу және қайдан алу жолын көрсетемін. И одан кейін сіздерге грантқа кімдер қатыса алады, кімдер қатыса алмайтынын көрсетемін. Яғни біз алдымен Ego порталын ашып аламыз. Бұл ең оңай жолы. Егер үйлеріңізде компьютер болса, енді соткамен де кіруге болады. Кішкене соткамен қиындау демесеңіздер, мен сіздерге жаңа компьютермен кірген дұрыстау деп ойлаймын. Мысалы, Ego порталына кіріп алғаннан кейін оң жағында қараңыздар, өзімнің ETSP ключімен кіріп қойғам. Бірінші кіргеннен кейін ETSP ключімен кіріп алуыңыз қажет. Оңай болады сол кезде. Екіншіден, мына жерде қараңыздар, еңбек.kz-ті ашып аласыздар. Еңбек.kz-ті ашып алғаннан кейін мына жерде қараңыздар, оң жағында тағы YT деген бар. YT-ді басасыздар. Басқаннан кейін мындай сіздерге кішкене окошко ашылады. Бұл окошкада қараңыздар, EGOV деген бар. EGOV арқылы кіру үшін біз мына жерде қараңыздар, біз EGOV-пен кіріп жатқаннан кейін біз EGOV таңдаймыз. Егер сіздерде Mail.ru-мен кірсеңіздер, Mail.ru таңдайсыздар. Егер Gmail-мен кірсеңіздер, Gmail-мен таңдайсыздар. Егер сіздер неде отырсаңыздар, соткаде телефонмен кірсеңіздер, онда мына жерде по мобильный деген бар, соны бассаңыздар, регистрация жасайсыздар. Болмаса, жаңа нөмір теріп, пароль дейсіздер, забыл деп басасыздар. Егер мына жерде қараңыздар, регистрация жасау керек деп тұр. Біз EGOV арқылы кіріп жатқаннан кейін біз EGOV-ті таңдаймыз. Бұл жерде өздеріңіздің mail.ru-ңыз жазылады, егер mail.ru-ңыз болса. Ал егер біреулерде GCN сер десе, GCN серіп сохранить басасыздар. Мен жұмыс іздеуші деп таңдайсыздар. Жұмыс беруші деп таңдамаңыздар. Өйткені сіздерде IP бар болса таңдайсыздар, жоқ болса таңдамайсыздар. Так, мына жерге кіргеннен кейін мына жерде қараңыздар. Мына 4 бұрышты көріп тұрсыздар ғой, 4 жаққа бөлінген. Осыны басасыздар. Енді бизнес деген бар, қараңыздар. Еңбек бизнесті басасыздар. Басқаннан кейін астына түсіңіздер. Астына түскен кезде қараңыздар, бірінші поток 20-02-2023 жылы басталып, марттың 3 күні бітеді, қараңыздар. 03-03-2023. Бұл грантқа кімдер қатыса алады? Сұрақ. Қай жерге қанша берген, қай өңірге қанша грантқа дейін берген таңдасаңыздар болады. Мысалы, мен Қазақстанды бастым. Ашам, мына жерде қараңыздар, мысалы, мен Түркістан облысына тұратын болсам, мен Түркістан облысын басам. Түркістан облысына 385 грант берді бірінші потокқа. Мына жерде қараңыздар, райондар көп. Райондармен таңдайтын болсам, мысалы, Қазығұрт район таңдаймын. Қазығұрт район таңдасам, бірінші потокқа 25 деп беріп тұр. Енді қараңыздар, бұл грантқа кімдер қатысады десеңіздер, сіздер кіргеннен кейін мына жерде қараңыздар, адамның басын бассаңыздар, мына жерде мой кабинет деген бар, соны басасыз. Мой кабинет басқаннан кейін мына жерде қараңыздар, проверь статус деген бар, проверь мой статус деген бар, соны бассаңыздар, мына жерде жазылып тұр, қараңыздар. Сіздерге түсінікті болу үшін қазақша қойған дұрыс. Қазір қазақша қойайын мен. Мен қазақша қойдым. Менің кабинетім деген басасыздар. Мына жерде басқаннан кейін мына жерде қараңыздар, грантқа кімдер қатыса алады? Былтырғыдай жастар қатыса алмайды. Жастарға жоқ, жастарға 2,5%-ты берді. Одан кейін мына жерде қараңыздар, жұмыссыздық, біріншіден жұмыссыз болу керек, екіншіден жаңа жеке кәсіпкері 3 жылға дейін болу керек. Яғни ипіңіз 3 жылға дейін болу керек, аспау керек 3 жылдан. Одан кейін бұған кімдер қатысады? Қараңыздар, мүгедек адам, қандас, қоныс аударушы. Мына жерде қараңыздар, мүгедек бала, тәрбиелеу тұлғалы жаңағыдай, енді былай айтқанда көп балалы, былай жалпақ сөзбен айтқанда, аз қамту жаңағы семьялар болады ғой, асыраушы, жаңағыдай инвалид дегендер болады, солар қатыса алады. Былай айтқанда, мемлекетке жаңағы мұқтаж адамдар. АСП алатындар қатыса алады. Жаңағыдай мемлекетке мұқтаж адам, мемлекеттен не алатқандар, жаңағыдай мұқтаж болып, ақша алатқандар қатыса алады. Одан кейін мына жерде қараңыздар, бізде сертификат алу үшін мына жерде қосымша шарттар бар, қараңыздар. Бұрынғы алған гранттың фактісінің болмауы. Значит, сіздер бұрын грант алып қойсаңыздар, қайтып ала алмайсыздар. Екінші, өмірінде бір мәрте аласыздар. Одан кейін қайтып ала алмайсыздар гранттың несін, суммасы, ақшаны. Одан кейін мына жерде қараңыздар, қолданыстағы еңбек шарттарының болмауы дейді.
былай айтканда сизде андай трудовой дейді ғой, сондай болмау деген менин оюм сондай ғой дейм. Трудовой жүрмөу керек сиздерде. Мына жерде караңыздар, жумуссузден дейді болмауы дейді 1 жылдан кем болмау керек. Одан кейін мына жерде қараңыздар, егер сіздер өздеріңізді мен өте аламын ба өте алмаймын ба тексеретін болсаңыздар, мына жерде қараңыздар, дербесті басасыздар и мына жерде тексеру деген басасыздар. Бұл жерде дербес тексеруді басқаннан кейін сіздерге мынау портал сіздер қатыса аласыздар, қатыса алмайсыздар деп сразу шығарып береді. Егер қатыса алмайсыздар, көбісін бұрын жұмыс істеген болсаңыздар, мысалы біреулер 10 жыл бұрын жұмыс істеген, бірақ еңбек шарттары қалып кеткен. Былай айтқанда трудовой жүріп жатыр да оған, бірақ ол жерде 1 жыл істеді ма, 1 ай істеді ма, шығып кетті. Бір 2015 жыл ма, 2013 жыл ма, бірақ олар трудовой қалып кетті. Сонда нәрсеңіз болса да, бұл жерде грантқа қатыса алмайсыздар. Өйткені ол жерден қатысу үшін сол жерге бұрын жұмыс істеген жерден барып, өтініш жасап, трудовойларыңызды шарттастыруыңыз қажет. Көбісі ойлайды, мен қатыса алмай жатырмын, маған болмай жатыр деп. Ол сіздердің бұрынғы істегендер жақтан трудовой қалып кеткен. Трудовой жүріп жатыр, бірақ сіздер басқа жақта жұмыс істеп жатқан болуыңыз да мүмкін да ол жерде. Сол үшін ол жаққа барып өтініш жасап, жаңағы ол жердің бастығы кім, бухгалтері кім, или жаңағындай жұмыспен беруші кім, ол жерде соған барып алып тастасаңыздар да болады. Тексеріп көріңіздер, болмаса 20-20-ға барып жұмыспен қамтуға барып білсеңіздер болады. Сіздер қай жерде жұмыс істеп жатқаныңыздар сол жерде жазылып тұрады. Қай мекемеде, или жаңағындай бір ИП-да жұмыс істеп жатсыз ба, или ТУ-да ма, или мемлекеттік қызметтерде істеп жатсыз ба, сол жерде бәрі жазылып тұрады. Тексеруді бассаңыздар, уже сіздерге мәлім болады. Егер ақпарат ұнап жатса, лайк басып қолдап кетіңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.